Сәлем Стамбулдан. Бүгін салмақ тастау видео инделігімнен 45-ші күні. Салмақ тастау деп айтуға болады ма екен? 2 күнде білесіздер ме қанша жалға алғанымды? Сіздер қазір шошисыздар. Қазір үйде тұрдым, балам әлі ұйықтап жатыр. Сол себепті жайлап сөйлеп жаттым, оянып кетпесін деп. Бүгін қонақтық келеді. Біздің үйге осы жолы. Сол себепті ерте тұрып осы мені влог түсіріп сайыншы деп сіздерге есеп беру видео күнделігімді түсірейін деп сізге. Бүгін міне көріп отырғандай таңертеңгі асымды кефирден бастадым. Бүгінгі салмағым таңғалмаңыздар 106 болды ма соңғы салмақ? 110-2 болып тұрмын ғой, білесіздер ма? Қалай олай деп сұрайтын шығарсыздар, мен өзім білмеймін. Қалай олай 110-2 болдым мен қайттан? Мен дейтін сондай әдетім бар, мен егер дейтін сырып жасасам, қатты жеп кетемін. Сол себепті тез жалғап аламын. Бірақ бұлар дейтін не ғой? Ісіну, көп ішкен су, көп ішкен кофе, чай, кешегі соның бәрі кофе, чай бермесіздер, денедегі жидкостьті айдайды. Жеп қойды, короче, артық жеткізді. Сол себепті су көп ішілген жоқ. Ерте тұру, кеш жату. Көп аяқта жүрдік, соның бәрі ісік болып, салмақ ретінде ауысып тұр. Бірақ мен ертең 100%-ға сенімді болып отырмын. Бір 500-600 грамм түсетіне сразу. Өйткені бүгін кефир ішіп отырмын. Бұл зонға дейінгі жалған салмағым. Қанша кило жалғап тұрмын? 303 кило 600 жалғап тұрмын ғой. Соның дейтін енді 600-700 мүмкін ертең сөйтіп, тез түсетін сияқты. Өйткені дейтін сразу мен май жалғап алған жоқпын ғой енді. Жаңағы солар ғой. Сол енді ұятай да, вообще ұятай. Өткендегі бері састап кетқан 100 граммдап, 200 граммдап тастап кетқан салмағым. 2 күнде бүт-жыт шақты ғой. Жазыңдар комментарияға. Айгерім позор, деп. Ничего страшного, не істейміз енді, өмір ғой енді дейсің да. Бірақ жалғастырамын мен, тастамаймын. Бұрын мысалы тастап, ләйлеп, сөйтіп кететін едім, ташы тамағым жеп. Бірақ тастамаймын, жалғастырамын. Ой, таста деп менің каналымнан подписываться етсеңіздер де болады, дизлайк бассаңыздар да болады, бәрібір маған. Бірақ мен өзім үшін ақтап жатырмын ғой енді, не істеймін, жалғастырамын. Сол кефирімізді ішерік. Сол сізге енді отчет жасайын деп, бүгін тек кефир болады, ештеңе көрсетпеймін басқа, кефирден басқа, және де қолым тимейді, жаңа айтқандай қонақ келеді деген, кішкене үйді жинастыру деген сияқты. Енді 2 күннің ішінде ешқандай үйде болған жоқ сол жөнінде. Бірақ сонда жинақтап, осының тамақтарын дайындау керекпін. Ет шығарып деген сияқты, қонақ күтетін адамдар біледі деймін. Сол күндеріңіз жақсы өтсін. Сіздер енді Қазақстан, көбіне мені қазақтарға қарайды. Қазақстанда дейтін мейрам айтқа демалыс берілмейді, сенде де жұмыс күні болу керек. Біздер әлі воскресеньеға дейін, жексенбі күнге дейін демаламыз. Енді қонақтық басылады ғой, қонақтықтың аяғы басылады, бірақ өзіміз үйде боламыз. Мұндай ыстықта қыбыр жиі қыдырып кету мүмкін емес, бірақ Стамбулдың жартысы енді қыдырып кетті. Құрбан айт, ораза айт дегендерде үлкен қаладағылар ауылдарына кетеді, үлкендерге кетеді, қолдарын сүйеді деген сияқты. Мұнда қол сүю деген бар, білесіздер ме? Кинодан көріп жүрген боласыздар. Соған кетеді, үлкендердің көбі мына жақта ауылдарында соған кетеді. Болмаса демалысқа, басқана Бодрум, Фетхие, Каш, Кушадашы деген сияқты. Измир жақтарға ала жатыр деген. В общем, где пляж таза. Сол жаққа қарата кетеді, өздері Стамбулда отса да, айналасының бәрі теңіз болса да, өздері басқа теңізі таза жерлерге демалуға кетеді. Осы Стамбулдағыларды айтып жатырмын мен сіздерге, басқа қалаларды білмеймін. Бірақ біздер бұл жолы үйде қалдық. Өткен ораза айтта біздер басқа қалаға кеттік. Қала болғанда басқа бір ауылға кеттік, Стамбулдың шетіндегі бір ауылға. Сонда барып демалдық. Осы Құрбан айтта үйде қалдық, күн ыстық өйткені, бағана ортамамыз деп қорқып отырдық. Сол кондердің астында отырық деп. Сол мен бірге болыңыздар, мен бірге арықтаңыздар. Солай айтуға
болса, дұрыс болса, менің каналымнан алыстамаңыздар. Рахмет, пока.